Я готова. Danışman, kırı Ya Haniye. Men жаман түс көрдім. Ана 21-ші ғасырдағы біздің ұрпағымызға алаңдап жүрмін. Оған себеп адам денсаулығы. Адам денсаулығы қоғам байлығы. Оның ішінде бала денсаулығы ұлтымыздың таптырмас байлығы ғой. Ақсыр, ұрпағымыз менің назарымда. Ұрпағымыз тәуелсіз ел болып, үздік елдер қатарына қосылып, даму үстінде. Мен бір дене шынықтыру ұстазын білемін. Ол мектеп қабырғасынан бастап, жеткіншек ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеуде. Өз денсаулығына ықтиярлықпен қарауды, оқушылардың бойына сіңіруде. Өзінің алғыр ойларымен бөлісіп, шығармашылық деңгейін жүйелі түрде толықтыру үшін кәсіби шығармашылық байқауларға, спорттық жарыстарға қатысып отырады. Оған дәлел. Бүгінде үздік дене шынықтыру сайысына қатысуда. Қане көрейік, айтқаныңды дәлелде. Қой отырып сайысыма дайындалып алайын. Таныстыруға не істесем болады? Ән айтайын ба, би билейін ба? Жоқ, өлең шумақтарымен жазғаным дұрыс болады. Өзгемес өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалын атқан сөз дайында. Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді, тербетіп тулатып бір қозғайында. Мен Қатжақпар Башназ Нұрсалиқызы, Абай облысы, Аягөз қаласы, қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының дене шынықтыру пән мұғалімі. Білімім жоғары, Шығыс Қазақстан облысы Сәрсен Аманжолов атындағы университетті тәмамдағам. Еңбек өтілі 23 жыл, санатым жоғары. Ата-анам жан-жанатым, 2 ұлым қос қанатым. Көңіл кілтін тапсам деп әр баланың әр ісіме зейін қойып қарадым. Қызықтырып биіктерге талпынтып, шығарсам деп тауда етіп талабым. Жетекшімін 8-ші сыныпқа, тәрбиелеймін сай әдетпенен ғұрыпқа. Тағы не жайлы айтсам болады? Осы мен қандай ұстазбын? Сіз шығармашыл ұстазсыз. Ұстазбын мен білім бойын шыңдайтын. Ізденуден, үйренуден талмайтын. Компьютердің құлағында ойнайтын. Ұстазбын мен волейболист, баскетболист, жеңіл атлет. Ұстазбын мен бірлестік жетекшісі, кәсіподақ мүшесі. Ұстазбын мен суретшімін, сазгермін, спортшымын, керек десен балгермін. Ізденісім, еңбегім, тербенісім, ақыл ойым, жігерім, жер жемісім. Айтқан жетістіктерімді айтып, мақтанайын деген ойым жоқ. Деген менен, армандаумен, өзіңе сен, өзіңді ақыл менен білімін алып шығар екі жақтап деген өмірлік ұстанымның арқасында талай жарыс, талай сайыстарды бағындырған. Осы менің не жайлы айтсам болады? Оқушыларым үшін кіммін? Спорт және мен әрдайым біргеміз. Спорттық өмірде жылап та күлеміз. Оқушыларға әрдайым айтарым, спорт сенің серігін, жанға дау, қолға күш, үнемі қозғалыста болуын. Сергітетін адамды таза ауа, күн мен су қоршаған орта. Шынар Мүшайықызы, бізді волейболға алып келген бапкеріміз. Біз волейболмен 5-ші сыныптан бері айналысамыз. Ол кісі бізге волейболды ойнауды үйретті. Шынар Мүшайықызы үлгі тұтар ұстаз. Шәкірт менің мәртебем, мен баспалда. Мен арқылы аспандаса шарықтап мейірленем. Бой серігін жасарамын, жас ұланға ақ жарқын жол ашқанға. Тұла бойым тұнған талант, от саусағым майысқан шебер. Әйел заты болсам да, барлық іске шамам жетер. Қой, сабағыма барайын. Тамаша! Бұндай дене шынықтыру ұстаздардың арқасында ұлтымыздың, ұрпағымыздың денсаулығына алаңдамасақ та болады екен.